Бүгінгі видеода Sprite, Cola, Red Bull, Gorilla, Dizzy деген сияқты энергетикалық сусындар туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Еліміздің нарығына шөлінді әп-сәтте басып сергітетін түрлі энергетикалық сусындардың сатылып жатқанына біраз уақыт болды. Көбінесе ештеңеден бейхабар жасөспірімдер, жастар, тіпті ата-аналардың өздері баласының денсаулығына аса қатерлі сусын әперіп жатқанын білмейді, тіпті өздері де бірге ішеді. Энергетикалық сусынға деген көзқарасым аса күдікті, оның ағзаға пайдасы бар деген пікірмен келіспеймін. Себебі адамның орталық жүйке жүйесін белсендіріп, жұмыс істеу қабілетін арттыруға бағытталған бұл сусындардың құрамында кофеин, таурин сияқты қоспалар бар. Зерттеушілердің айтуынша, тәтті сусындарды әсіресе салқын күйде ішу семірудің тікелей жолы екен. Масқара, өйткені салқын сусындар 4-5 сағат қорытылуы тиіс тағамды асқазаннан 20-30 минутта қуып шығады да, адам өзін аш сезініп, қайта-қайта тамаққа ұмтылады екен. Енді тамаққа ұмтылғаннан кейін көп жеп семіздік пайда болады ғой. Шетелдік ғалымдар Кока-Коланың ағзада калий жетіспеушілігін тудыратынын анықтады. Ал калий жетіспеушілігі ұзаққа созылса, сал ауруына, яғни мүгедектікке апарады екен. Энергетикалық сусындардың газдалған сусындардың құрамында дәрумендер, мультидәрумендер кешенді алмастыра алмайды. Жүрек аурулары бар, немесе гипертониямен ауыратын адамдарға энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Энергетикалық сусындар, газдалған сусындар ағзаға энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ешқандай энергия жоқ, ол тек қана энергияны қоздырушы екен. Яғни біз өз энергиямызды өз қорымыздан пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз екен. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, аурушаңдық түрінде пайызбен қайтаруға тура келеді. Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамында кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағатқа сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді. Бұл жаңағыдай бір ішсеңіз тағы да ішкіңіз келе береді ғой. Жалпы газдалған суды да, энергетикалық сусынды да, глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте қауіпті. Энергетикалық сусындарды, газдалған сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жасөспірімдерге, егде адамдарға, жалпы адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғыш және кофеинге сезімтал адамдарға, жалпы адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Күні бойы интернетке телміріп отыратын жастардың небір қызықтырарлық роликтердің әсерімен дәмі тіл үйірер алдамшы сусындарға тәуелді болып қалғанында жасырын емес. Ал бұл өнімдердің бізге жасырын тағы да қандай зияны бар екенін кім білсін. Сондықтан да нәпсіні тәрбиелеп ішпеуге тырысыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.